Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мен Динара және мен Даяна. Бүгін біз белгілердің тұқым қуалаудағы ДНК-ның рөлі тақырыбын оңай әрі жеңіл түсіндіретін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру. оқу мақсатына негізделе отырып жасалған біздің сабақ мақсатымыз ол ДНК-ның құрылысын, қызметін және тарихын анықтау, ДНК-ның негізгі қағидаттарын сипаттау, белгілердің тұқым қуалаудағы ДНК-ның рөлін түсіндіру. Біздегі сабағымыздың тақырыбы белгілердің тұқым қуалаудағы ДНК-ның рөлі болды және осы тұқым қуалаушылық және өзгергіштік деген термин сөздерге тоқталып кетейік. Осы сабақ бойынша тұқым қуалаушылық дегеніміз ол ағзалардың өз ата-аналарынан ата тегіне ұқсас белгілерді ұрпақтарына беру болып табылады. Бұл дегеніміз сыртқы пішіндерінің ұқсастықтары, не болмаса мінездеріндегі ұқсастық. Мына суретте көріп тұрғанымыздай ұқсас ұрпақтарды көреміз бір-біріне. Бұл дегеніміз бізде тұқым қуалаушылық болып саналады. Ал астыңғы суретте бізде өзгергіштік берілген. Бұл дегеніміз ағзалардың өз ата тегінен ерекшелену қасиеті. Бұл жерде қоңыздардың, қызыл қоңыздан көптеген түрлі ұрпақтар таралған көресі, қоңыздардың және қояндардың бір ғана ақ қоян емес, ол қояннан сары, қоңыр, өзіне қарай қара болып бөлінген көптеген өзгерген түрлерді байқауға болады. Тұқым қуалаушылық процесі және тұқым қуалаушылық процесі қалай жүреді? Тұқым қуалаушылық процесі ол біріншісінде генетикалық ақпараттардың берілуі. Генетикалық ақпараттың берілуі ол біздің көзіміздің түсі, не болмаса бір қасиетіміз, шашымыздың түсінің ата-анадан ұрпаққа ДНК арқылы берілуі болып табылады. Екіншісі бізде гендердің рөлі. Гендер бұл біздің ағзамыздағы барлық ақпараттарды сақтайтын диск ретінде қарастырсақ болады. Үшіншісі бізде мутациялардың рөлі. Мутациялар біздегі жаңа белгілердің пайда болуы. Өзіміздің ата-анаға, не болмаса ата-анамызға ұқсамайтын белгілердің балаларда қасиеттердің пайда болуы болып табылады. Одан кейін белгілердің берілуі. Белгілердің берілуі бұл түс, форма, қасиет, өлшем сияқты белгілер бізде ДНК арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Ең соңғысы бізде хромосомалардың рөлі. Хромосомалар бізде гендерде орналасады және олар да ата-аналардан ұрпаққа беріліп отырады. Өзгергіштіктің негізгі түрлері қандай? Өзгергіштік бізде фенотиптік, эволюциялық өзгергіштік және генетикалық өзгергіштік болып бөлінеді. Соның ішінде бірінші фенотиптік өзгергіштікке тоқталып кететін болсақ, фенотиптік өзгергіштік ол қоршаған факторлар әсерінен туындайтын өзгеру сыртқы белгілердің өзгерісі болып табылады. Бұл мысалға екі егіз ағзаның екі түрлі жағдайда өмір сүріп өзгеруін байқасақ болады. Екі ағза бір-біріне ұқсамайтын болып келеді, егіз болса да. Осыны фенотиптік өзгергіштікке жатқызсақ болады. Ал эволюциялық өзгергіштікке келетін болсақ, олар ұзақ уақыт өте келе ағзалардың өзгеруі. Бұл табиғи сұрыпталу арқылы жүзеге асады. Бұл дегеніміз эволюциялық өзгергіштікке мысал айтатын болсақ, су жануарларының құрлық жануарларына дейінгі эволюция барысында ұзақ уақытта өзгеруін айтсақ болады. Ең соңғысы бізде генетикалық өзгергіштік. Бұл бізде геніміздің өзгеруі болып табылады. Генетикалық материалдағы өзгергіштік ол өзінен туындайды. Бұл біздегі ДНК геніміздің бұзылуы, не болмаса түсіп қалуы жағдайларынан туындайтын реакциялар деп айтсақ болады. Бұларда бізде мутациялар мен рекомбинация арқылы жүзеге асады. ДНК дегеніміз нуклеин қышқылы. Оның толық аталуы дезоксирибонуклеин қышқылы болып табылады. Ол бізде жасушаның ішінде болатын ағза туралы барлық ақпаратты сақтайтын күрделі молекула болып келеді. ДНК негізі өзі екі тізбектен тұрады, өрілген, не болмаса қосылған деп айтсақ болады. Осы ДНК туралы ақпаратты ең алғаш 1953 жылы Уотсон мен Крик ең алғашқа осы моделін жасаған болатын. Сол үшін Нобель сыйлығын алған. ДНК-ның ішкі құрылысына келетін болсақ, ДНК қос жиыршықтан, қос тізбектен тұрады, нуклеотидтерден, дезоксирибоза қантынан, фосфат топтарынан және 4 негізгі азоттық негізден тұрады. Олар аденин, тимин, гуанин, цитозиннен. Енді келесі ДНК-ның негізгі функцияларына келетін болсақ, ДНК-ның негізгі функциялары ақпаратты сақтау, ақпаратты дәлме-дәл көшіру және негізгі қызметтерінің бірі белок синтезіне қатысады және кейіннен барлық клеткалардың барлығын басқарып отырады және солардың барлығын дамуы мен өсуін реттеп отырады.
ДНК-ның негізгі қағидаттарына келетін болсақ, ДНК-ның негізгі 8 қағидаты бар. Олар әр ағзаның ДНК құрамында нуклеотидтердің реттілігі өзіне ғана тән болады. Әрбір ДНК бір ағзаның барлық жасушасында ДНК-ның мөлшері бірдей мөлшерде болады. Келесі, бактериядан адамға дейінгі ДНК-ның барлық иелерінде ДНК-ның мөлшері бірдей болады. Келесі, ДНК барлық жасушаларда, тірі жасушаларда ғана болады. ДНК тұқым қуалаушылық ақпаратын сақтап, оларды ұрпақтан ұрпаққа береді. Келесі қағидаттардың бірі, ДНК молекуласы ол өздігінен 2 еселене алады. ДНК-ның дәл өзін көшіру қасиеті репликация деп аталса, оның қателіктері және өзінен кейінгі өзгеріске ұшырауы мутация деп аталады. Осының барлығы ДНК үшін 8 қағидат, негізгі 8 қағидат болып табылады. ДНК бойындағы азоттық негіздер негізгі ережелерге сай орналасады. Олар яғни аденин тиминге қарсы, гуанин цитозинге қарсы теңбе-тең келеді. Бұл ережені біз Чаргав ережесі деп атаймыз. Чаргав ережесін Эльвин Чаргав 1953 жылы енгізген. 1953 жылы енгізген Чаргавтың ережесіне байланысты 1953 жылы Уотсон мен Крик осы ДНК-ның моделін құрастырған. Осылайша ДНК-ның сыртқы құрылысы мен ішкі құрылысы бір-біріне сай келген. Аденин саны тимин санына тең болған кезде ғана ереже сақталады. Ал гуанин саны цитозинге сай болғанда ДНК құрамы өзгермей, ДНК өзінің қалыпты жағдайын сақтап отырады. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін біз 3 деңгейлі тапсырма құрастырдық. Бірінші деңгейлі тапсырмамыз Marquis платформасында жасалынған. QR-кодты сканерлеу арқылы немесе видеоның астындағы сілтемеге өтіп, бүгінгі тапсырманы орындайсыздар. Тапсырма ДНК-ның құрылысын, қызметін және тарихын викториналық сұрақтарға жауап беру арқылы анықтаңыздар. Екінші деңгейдегі тапсырмамыз, бұл тапсырма Gemini AI платформасы арқылы жүзеге асырылады. Осы Gemini AI платформасына кіріп, ДНК-ның негізгі қағидаларын сипаттайсыздар. Видеоның астына сілтемеден өтсеңіздер болады және QR-кодты сканерлесеңіздер де болады. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ, үшінші тапсырма Canva AI платформасында белгілердің тұқым қуалаудағы ДНК-ның рөлін түсіндіру үшін жағдаяттық тапсырманы орындайсыздар. QR-кодқа өту арқылы бүгінгі тапсырманы орындаңыздар. Бүгін орындаған барлық тапсырмаларыңызды Padlet тақтасына сілтемеге өту арқылы жіберіңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, бүгін кері байланыс арқылы, QR-кодты сканерлеу арқылы бізге кері байланыс жазып пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.